Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Қалайсыңдар, амансыңдар ма, құрметті оқырмандарым менің? Құрметті оқырмандарым, қазіргі кезде Шерзат бауырымыздың жаңағы адам қолынан, кісі қолынан қаза табуына байланысты үлкен резонанс тудырған үлкен қылмыс қазіргі кезде Алматы қаласында Талдықорғанда болып жатыр ғой деймін, соты өтуде, Талдықорған или Талғарда өтуде. Талдықорғанда өтіп жатыр ғой деймін. Сол қылмыстық іс бойынша қазір үлкен резонанс тудыруда, халықтың арасында әртүрлі пікірлер айтылуда. Соның ішінде пікір мына мен енді ол өзімнің адвокаттық пікірім. Ол жерде де енді Шерзаттың ата-анасы жағынан үлкен білім деңгейлері үлкен жоғары адвокат ағаларымыз қатысып жатыр. Мен енді өзімнің пікірімді, адвокаттық пікірімді білдіргім келеді, және ұсынысымды алдағы уақытта қабыл алуын сұраймын. Енді менің пікірімді, ұсынысымды тыңдап, ол кісілер, жаңа адвокат ағаларымыз жаман ойда болмайды деп ойлаймын. Себебі жаман мен ештеңе айтайын деп жатқан жоқпын. Оларға мен ақыл айта алмаймын, ештеңе үйрете алмаймын. Ол кісілердің ақылы менен де көп. Сол себепті менің мен енді ол істі көбі қарап жатыр ғой адамдар. Мен қарап жатқан жоқпын. Маған жалпы тикток парақшамына жеке жіберіп жатқан адамдар бар. Менен көбінесе Маңғыстау, сен адвокатсың ғой, қарап жатсың ба деп сұрайтын адамдар бар. Сен қандай пікір білдіресің деп та. Мен ол сотта қарап жатқан жоқпын, өйткені өзімде қазір қолым тиіп жатқан жоқ. Енді өзімде басқа да жұмыстарым бар, істерім бар, қатысып жатқан, солармен жүгіріп жатырмын. Бірақ мен Шерзаттың әкесінің жауабын бір үзіндісін осы тикток парақшадан тыңдап қалдым, тиктоктан. Сол жерде енді мен қателеспесем, әкесінің айтуы бойынша бір қызды айтып тұр, жаңа қазіргі қатысып жатыр ғой. Жаңа тергеу кезінде қазақша жауап беріп, қазір енді орысша аудармашының қатысуымен орысша жауап беріп жатқан бір қыз қатысып жатыр. Менің ойымша сол қызды айтып отыр, жаңағы есікті итеріп тұр деп та. Сол бойынша мен өзім пікірімді сол қыз бойынша, именно есікті итеріп тұрған қыз бар ғой, дәл сол қыз бойынша өзімнің пікірімді білдіргім келеді, және ұсыныс айтқым келеді. Адвокат ағаларым бар, және сол жақтағы халық бар. Енді мені қолдасаңдар да, қолдамасаңыздар да, келіссеңдер де, келіспесеңіздер де өздеріңіз қарайсыздар. Менің пікірімді тыңдаңыздар, алдағы уақытта лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Өйткені бұл қазіргі кезде өте резонанс тудырып жатқан қылмыстық іс, ол өте маңызды болып есептеледі. Менің ойымша, жаңағы Шерзаттың әкесінің айтып жатқаны есікті итеріп тұр деген қыз сөйтіп айтып мен естідім. Сол бойынша мен өзімді пікірімді білдіргім келеді, және сол қызға қандай құқықтық баға беру керек қылмыстық іс бойынша, соны айтқым келіп отыр. Ал тыңдаңыздар, кеттік. Мен емес, басқа емес, парламент қабылдаған, кәдімгі президент қол қойған Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі бар. Сол қылмыстық кодексте 28-ші бап бар. 28-ші бап, міне. 28-ші бап, маған сенбесеңіздер Google-да ашып қарасаңдар болады. 28-ші бапта не деп жазылып тұр? Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың түрлері дейді. Ұйымдастырушы, айдап салушы және көмектесуші орындаушымен бірге қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылар деп танылады дейді. Бірінші бөлігінде. Соның мен сіздерге міне жаңағы екінші бөлігінде былай дейді. Қылмыстық құқық бұзушылықты тікелей жасаған не оны жасауға басқа адамдармен бірге орындаушылармен бірлесіп тікелей қатысқан адам, сондай-ақ жасының есінің дұрыс еместігіне, осы кодексте көзделген басқа мән-жайларға байланысты қылмыстық жауаптылыққа жатпайтын басқа адамдардың пайдалану арқылы, сол сияқты іс-әрекетті абайсыз жасаған адамдарды пайдалану арқылы қылмыстық бұзушылық жасаған адам орындаушы деп танылады дейді. Түсініңіз ғой да? Ұйымдастырушыны айтып берейін. Қылмыстық құқық бұзушылық жасауды ұйымдастырған немесе оның орындалуына басшылық еткен адам, сол сияқты қылмыстық топ құрған не басшылық еткен адам ұйымдастырушы деп танылады дейді. Ұйымдастырушы ол. Енді төртіншісін айтайын. Төртінші бөлігінде былай жазылады. Басқа адамды азғыру, параға сатып алу, қорқыту жолымен немесе басқа да тәсілмен қылмыстық бұзушылық жасауға көндірген адам айдап салушы деп танылады дейді.
түсіндіңіз ғой? Параға сатып алса, соны көндірсе осы қылмысқа, оны айдап салушы деп танылады дейді. Енді бесіншісі маңызды, менің айтайын деп отқан, тыңдаңыздар пікірімді. Кеңестермен, нұсқаулармен ақпарат осы іс-әрекетті жасайтын қару немесе құралдар берумен не оны жасауға кедергілерді жоюмен қылмыстық құқық бұзушылық жасалуына жәрдемдескен адам. Қылмыс жоюмен қылмыстық бұзушылықтың жасалуына жәрдемдескен адам, сондай-ақ орындаушыны қылмыстық құқық бұзушылық жасау қаруын немесе өзге де құралдарын, осы іс-әрекеттің ізін не құқыққа қарсы жолмен қол жеткізілген заттарды жасыру күні бұрын уәде берген адам. Сол сияқты осындай заттарды иемденуге немесе өткізуге күні бұрын уәде берген адам көмектесуші деп танылады дейді. Міне қайталап оқып жіберейін. Кеңестермен, нұсқаулармен ақпарат оны осы іс-әрекетті жасайтын қару немесе құралдар берумен не оны жасауға кедергілерді жоюмен қылмыстық бұзушылықтың жасалуына жәрдемдескен адам дейді. Көрдіңіз ба? Менің пікірім бұл, адвокаттық пікірім. Мен адвокат жағы қорғап атқан жақсы ағаларымыз бар ғой, мен олардан асып кете алмаймын. Олардан мен үлкен емеспін. Просто менің ұсынысымды, адвокаттық ұсынысымды егер оқып атса, қабыл алуын сұраймын. Бұл кезде ол қыз егер қылмысқа егер бір ешқандай үлесі болмаса, не себепті ол есікті итеріп тұр? Менің бір естіп қалғанымда Шерзаттың әкесі сөйдеп айтып жатыр. Не үшін итеріп тұр? Ол неге ол 102-ге соқпайды? Неге ол 103-ге соқпайды? Немесе әйел адам ғой, мен полиция шақырдым деп өтірік айтып, қайта бір айқайлап, қылмыстың болмауына әсерін өзінің көмегін тигізбейді. Ол неге қылмысты жаңа есікті итеріп тұрады? Есіктің ар жағында Шерзаттың әкесі қылмысты болдырмау үшін, баласының өмірін сақтап қалу үшін, төмелес болдырмау үшін ол есіктен шығайын деп жатыр да. Мүмкін ол уақытында дер кезінде сөйтіп мына қыз кедергі жасамай, итеріп тұрмай есікті шығып кеткенде, мүмкін бұндай қылмыс орын алмас па еді деген ой бар менде. Енді мен ол жерде басқасында жоқпын, іспен танысқан жоқпын. Мен Шерзаттың әкесінің айтқан соттағы жауабын тыңдап айтып отырмын. Менің пікірім бұл, жеке адвокаттық пікірім. Сол себепті сол есікті итеріп тұрған қызға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 28 бабының 5 бөлігіне сай, яғни көмектесуші ретінде статусын өзгертіп, көмектесуші ретінде оның жаңағы статусын өзгертуге болады деп есептеймін. Сол себепті құрметті адвокаттар, сот барысында осы алда уақытта аяқталатын болса да, осы қызға жеке қаулы шығаруға немесе қылмыстық істі кейін қайтарып, мына осы қылмыс бойынша мына осы есікті итеріп тұрған қызға көмектесуші ретінде құқықтық баға беру үшін қылмыстық істі кейін қайтаруға өтініш білдірулеріңізді сұраймын. Бұл менің адвокаттық жеке пікірім. Қалғанын өздеріңіз қарайсыздар. Мен сіздерден үлкен емеспін, ақыл айта алмаймын сіздерге. Сіздер менен үлкенсіздер, ағаларымыз ретінде біз сыйлаймыз. Біздің адай халқында үлкенді өте қатты сыйлайды. Менің пікірімді өздеріңізге бір назарларыңызға алуларыңызды сұраймын. Сол себепті осыны міндетті түрде назарларыңызға алуыңызды сұраймын. Құрметті оқырмандарым, менікі дұрыс болса дұрыс, дұрыс емес болса дұрыс емес деп өздеріңіз бағаларыңызды беріңіздер. Менің TikTok парақшама тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар және пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңіз өте маңызды мен үшін. Сонымен қатар мен Instagram парақшамды белгілеп кетем. Осы TikTok парақшамда, Instagram парақшамда бар. Сол менің Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта кейбір осындай бір құқықтық баға беретін заң бұзушылықтар бойынша, қылмыс бойынша болып атқан өмірде оқиғалар бойынша жариялап отырамын. Баршаңызға рахмет.